Gülnaz anamыздың шаңырағындағы мерекелі тойға төрт көзіміз түгел дайын болса, құрмет қошеметті аямаңыздар. Шапалақ қошемет ағайын. Негізі құрметті ағайын, адамның екі алақаны Алланың таңбасы екен. Отай болса мерекелі той қылып жатқан Қыпшақ Бегімбет әулетіне Алланың нұры жаусын деп екі алақанды көкке көтеріп қошеметті ұрайық жігіттер. Бәрекелді, ассаламағалейкум армысыздар, құрметті тойшы әлеумет. Әне міне дегенше, жеті қонақ бір қонақты күтпейді демекші, мерекелі тойымызда басталып жатыр. Олай болса мына сүдіріліп жайылған ақ дастархан басынан дәм алып, дем алып, тынысымызды тең алып, бүгінгі қозымен баяндай жарасқан қос ғашығымыз Рамазан менен Саяның шаңырақ құру тойын бір үйдің баласындай болып ат салысып өткізейік. Қадірменді ағайын, бүгінгі Қыпшақ Бегімбет әулетіндегі Ғалымжан әкеміз бенен Гүлназ анамыздың шаңырағындағы мерекелі той баршаңызға құтты болсын. Қош келдіңіздер ағайындар. Кеттік шапалақта. Қадірменді ағайын, бүгін алталашқа ас беріп 300-дің басын қосып мерекелі той қылып жатқан тойымыздың иелері, үйіміздің киелері алдарыңызда. Папа, мама, келіңіздерші менің қасыма. Деген шапалақ қылып, құрметті ағайын, бір минут уақыттарыңызды алайын. Бір минут уақыттарыңызды бөліп, менің папам менен мамамның жүзіне қараңыздар. Не байқадыңыздар? Қуаныш. Не байқадыңыздар? Күлкі, толқыныс, уайым. Кредит дейді? Жоқ. Ау, уайым жоқ. О, қандай маманып тұр, өте керемет. Құрметті ағайын, мен екі нәрсені байқадым.
Біріншісі кішкене ғана қобалжу, екіншісі үлкен қуаныш. Бұл кішкене ғана қобалжу дегеніміз бүгін өзіміз деген ағайынды шайылған ақ дастарханның басына қосып, осындай қуанышын бөлісіп жатқан жайы. Ал енді үлкен қуаныш дегеніміз бүгін елімізбен ел болып, 1000 жылдыққа жол бастап келген бұл біздің 1000 жылдық құдаларымыз Асан әулеті. Асандар үшін бір қошемет ұрайық. Сәттен бастап Ғалымжан әкемді папа деймін дағы, біздің Гүлназ анамды мама дейтін болам. Неге десеңіздер, ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырып, дәл осындай бақытты күнге ел халықтың бәтесімен жеткізіп жатқан папам мен мамам. Мерекелеріңіз құтты болсын, талаптарыңыз оң болсын, тұғырларыңыз төр болсын, денсаулықтарыңыз зор болсын, көңілдеріңіз қуаныштан көл болсын, жақсылықтарыңыз мол болсын, жамандықтарыңыз нөл болсын. Және де папам мен мамама қошеметтеріңіз зор болсын ағайындар. Ешқандай уайымдамаңыздар, бүгінгі тойда сіздер үшін бір ғана жұмыс бар. Ол күліп жүру деген жұмыс. Алла қаласа келіңіздер, мына жерге келіп тұрыңыздар. Құрметті ханымдар мен мырзалар, бүгінгі тойымыздың ең главный актері мен ең главная актрисасы. Бүгінгі тойымыздың ең главный актері, Қыпшақ әулетінен тараған, бейбарыс бабамызға ұқсап туған біздің батыр ұлымыз, нағыз ер жүрек Рамазан ұлымыз болса, ең главная актриса, наша красавица, неповторимая Сая деп білеміз, құрметті ағайын. Асабаның төріне арнайылап жастарды қарсы алу үшін орнымыздан тік тұрып, мойнымызды бұрып, арнайылап күлкімен, ілтипатпен, тек қана ішімізде бір ғана тілек, ол бақытты болсын деген тілекпен, құрмет қошеметпен жастарымызды той төріне қарсы алайық ағайындар. Жас келді көруге, асылы жар-жар. Қаламдан екі жас, құтты болсын жар-жар. Алланың еңсесі, мықты болсын жар-жар. Алланың үмітін, ақтаңыздар жар-жар. Қошеметің айғайын жар-жар. Осы өмірге ылайық отты жағып, келеден екі жас отты жарып, үлкенім мен ауылдың жасымында, жас келінді көруге асылуда. Осы өмірге ылайық шалшады мен жар-жар. Қадірмен ағайын, көңілге жарасын тауып келген қос ғашығымыз Рамазан менен Сая алдарыңызда. Бір сұрақ қояйын. Рамазан мен Сая бір-бірімен жараса ма, құрметті ағайын? Жараса ма? Қаттырақ айтайық, жараса ма? Бақытты болсын ба? Біз асаба деген халықтар я деген сөз түсінбейміз, Сейталаханды көк-көк деп қошемет ұрған түсінеміз. Бақытты болсын ба, ағайындар? Рәке, мерекеңіз құтты болсын, қолыңыздан алып қойып. Құрметті ағайын, бұрын соңды біздің Рамазан біреуге Рәкөнтай, біреуге Рәке, біреуге Рәмкөш болып жүреді. Бүгінгі сәттен бастап Рамазан бір үйдің отағасы, құрметті ағайын. Алла қаласа біздің Ғалымжан әкеміздің ұрпағын жалғастырып, үбірлі-шүбірлі болсын деген ниетпенен өмірдің заңдылығы, осындай мәні бар неке жүзігін ортаға алдыртқым келеді. Әрине сіздердің қошеметтеріңізбен асаба төріне Руслан ағасы мен Гүлдана жеңгесін ортаға шақырамыз. Құрмет, қошеметтер. Кесі шапалақта. Жастар үшін қысқадан қысқа тілектеріңіз болсын. Бақытты болсын.
Баумен деген ағайынға қошеметтеп қойыңыздар. Екі жүзігін жақсылап табыстауға рұқсат деген ағайын айқайлап шулап қояйық кәнеке. Қазақстан Республикасының азаматы Рамазан мырза, Қазақстан Республикасының азаматшасы Сая ханымды ерлі сайыпты деп жаралаймыз. Мерекелеріңіз құтты болсын! Қошеметтеп қойыңыздар, құрметті ағайындар. Өте керемет. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Алла қаласа Рамазан ұлдарыңыз үбірлі-шүбірлі болып, осы Қыпшақ әулетінің ұрпағын жалғастыра берсін деген ниеттеміз. Қадірменді ағайын, осы Рамазанның шаңырағына 5 ұл 5 қыз келсін деген ағайын бір қошеметті ұрайық. Жастарды той дастарханына шығарып салайық ағайын. Екі жақтың дауысыға жүрегі Жақсы жағын асылар бағағы ниет Бақыт сыйлауы сонықты гүлдер Той үстінде тәттімде тәттімде Шашы ойды шаттымде шаттымде Ән салайы билейі Шарқасы шаттымде шаттымде Бүгін маған болашаққа өрген Кірігіп отауызға отауын Туымызды шатты ота өрген Ойлығандар елірді көз ауын Ойсынде тәттімде тәттімде Шашы ойлы шаттымде шаттымде Ән салайы билейі Шәйректермен шоу тобының қыздарына бір қошемет аяғайын сол қойсаңыздар болады. Қадірмен ағайын жақсылап беріп астағаннан алдырып отырсаңыздар, бүгінгі Қыпшақ Бегімбет әулетіндегі мерекелі тойымызда 7 бірдей тілек болады. 7 қазақтың киелі саны қадірмен ағайын. Рұқсат болса, мына тойдың бастауында айта кетер жай, осы 7 тілектің қарсаңында бір 5 минуттық сабыр сақтап, жастарға айтылған батамызды, тілегімізді, ақ ниетімізді сабырлықпен тыңдасақ, бұл байқорда болмаған той болып өтеді қадірмен ағайын. Сондықтан да асабаның төріне, ақ тілектің өріне бүгінгі қуанышқа жайылған ақ дастарханды ашып беру үшін арнайы келіп отырған еліміздің елеулі болған ел ағалары, халқымыздың қалаулы болған ақ жаулықты аналары, Қыпшақ әулетінің үлкендері, Егізбай әкеміз бастап келіп отырған бақыт әкелеріміз, Тамара аналарымыз бастап келіп отырған Қыпшақ Бегімбет әулетінің үлкендерін бір қошеметпен той дастарханынан, той төріне ардайлап шақырамыз. Келіңіздер. Кішін айдан бір күзген, аяу құрбым ай сенсіз қалай енді мен жүре аламын. Ауым сенің іргеді, шай көйлегің бүрмеді, айтарыңды айтып қалып отырмын ғой жүргені. Қош бол дәулем көргенше, айналып келгенше, уәдеңе беріп бол мен сендіктің өлгенше. Жайсыз жерде жабағы Қадірменді ағайын, кішкене ғана ортаға зейін салайық. Бүгінгі тойымыздың ең алғашқы тәтті тілегі, бата тілегі бұл әулетіміздің үлкендерінен. Жастарымыз орнынан тік тұрса, баршаға 5 минуттық сабырлықпен үлкендеріміздің өсиет бәтесін қабыл алсақ. Ассалаумағалейкум армысыздар, тойларыңыз той болсын. Қадірменді тойға келген ағайын, жақсылар, елдің жақсылары,
игілері, мынау той барлығымызда ортақ дүниеге пышақ болсын, асан болсын, табын болсын, мынау өзі қазақ деген өзі үлкен қауым не дейміз енді. Той дегенде өзі барлығымызда қуанамыз. Асаба мынау елден ерекше менің атымды атап, хозяйкамыздың екеуміздің тілек беріп жатсыз. Үлкен рахмет. Өлкенің жайылсын, өркендей бер, жан-жақты бол шырағым. Мына не дейміз енді. Кезінде бір уақытта біздерде өздеріңіз сияқты, жатқан сияқты жас едік. Мына өзі қазақ айтқан ғой, артыңа қарап, өзіңнің өткеніңді білмей қаласың. Бірге енді бізде ата болдық, ене болдық, үлкен отаудың егесі болдық. Мына жаңадан келіп аттан құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Асан әулеті деп естіп жатырмын. Мен бір кішкентай әңгімені айтайын енді, бір кішкене күлкілі болсын. Армиямен грузин футболға барып дейді. Футболға барса футбол тесіп кетті. Sonra қайдадан қайтып келіп екеуі футболдан келіп, футболдың счетін сұрап жатқан көрінеді. Грузинге айтады дейді армянға. Счет какой десе армянға грузин. 2-0 деп айтады, 2-0 деп айтады. Кто выиграл деп сұрап жатыр армян грузиннен. Ты что не знаешь, что ли деп айтады. Там 0, 2-0 деп айтты. Сол сияқты Асан әулеті мынау менде сіздермен счетқа кетіп тұрған сияқтымын 0-0-ге. Менің бір түйір қызым бар еді, сіздердің елдеріңізге барған, Асан әулетіне барған. Енді міне балаларымыз сіздің елден қыса келіп қуантып жатыр, енді 0-0 баланс берді. Қай уақытта да өзі бухгалтерлік есеп болу керек қой. Рахмет. Қыз өсіріп жатыр екенсіздер, мінекей бізге келін болып жатыр. Баламыздың аяғы үлкен, пұтты қадамы пұтты болсын. Келген жері жаман әулет емес. Қыпшақтың қарасы, оның ішіндегі алтысы, оның ішіндегі бегімбеті. Ең жаманға бергі әкелеріміз Әлеби Жангелдин, Әмангелді Иман деген әкелеріміз болған. Әмангелдінің баласы Рамазан, мынау Рамазан деген баламызды соған ұқсастап әкелеріміз соған әкесіндей болсын деп қойған деп есептеймін. Бұл өзі үлкен әулетпіз, бірақ біз сырдың өңірінде оншақта қана үй бармыз. Тарихи дүние ғой. Мына сіздерді, асандарыңды, шыққан тектеріңізді Жәнібек ханның әулеті деп есептеймін. Соны дұрыс па, дұрыс емес па? Асандар айтып қойыңыздаршы. Аяғында тұр оқытар. Асандар қайда, асандар? Дұрыс па, айтқаным? Жәнібек ханнан шыққан Құланбике? Дұрыс, жақсы. Дұрыс па? Мынау енді асаба. Көптеген дүние барлық нәрсе болса, балаларымызға арналып жатыр. Не дейміз енді, балаларымызға үлкен бақыт тілейміз, үлкен азамат болсын. Балалар шықты ма? Балалар үлкен сыйластықта болыңдар, елдеріне, жұрттарына қадірлі болыңдар. Біздің баламыз ағайынына, қайын жұртыңа қадірлі бол. Келіп жатқан баламыз бізге қадірлі бол, шырағым ай. Өзің Асанның баласы болатын түсінесің ғой, Саян ба атың? Рахмет, үлкен азамат бол, өркенде өс. Не дейміз енді? Бақыт тілеп жатырмыз, құдаларға үлкен мәзірліміз дайындап жатырмыз, құдалар келген қадамдарға гүл бітсін. Менен кейін тағы да тілек айтатын кісілер болса, тілекті бере берейік. Кетекесі алынған құдалар төке шыққандарыңызбен. Мен Қыпшақ еліне келсем, менің сіңлім Гүлназ Есенбаев бөлінеміз, мен өмір қылдың қызымын. Гүлназ қырықтың қызы. Келіннің үйдес бақытты болсын. Жаңа жолдасым айтып жатыр ғой, өте бақыттымыз. Мына тойға келген қауымына бүгінгі тойымыз бәрімізге құтты болсын. Мына балдар бақытты болсын. Жаңа өмірге бастаған қадамдары құтты, мерекелі, қызықты болсын, бақытты болсын.
болсын. Мына келіп жатқан құдалар, мыңжылдық құдалар сіздердің осы келіп жатқан қадамдарыңызға гүл бітсін. Осы той одан әрмен қарай жалғаса берсін, жалғасын тауып. Әрқашанда Рамазан мен Сая өнегелі, бақытты семья болып, біз қызығына тоймай жүре берейік. Үбірлі-шүбірлі болып, мына келін мен інім қызығын көре берсін. Біз соған куә болайық. Тойға ұласа берсін. Құрметті тойшы қауым, құтты болсын. Асан әулеті жоғары төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Екі жастың тіккен шаңырағы биік болсын. Дастархан ішінде тойға жайыла берсін. Алла қызықшылығын көрсете берсін. Әр тілек айтылып жатыр, бүкіл тілекке қосылып, тойға баса берсін, екі жас бақытты болсын. Әумин деген ағайын бір қошеметтеп қойыңыздар, айтылған тілектеріңіз қабыл болсын, сіздердің де шаңырақтарыңызда осындай той болсын, 100 жасаңыздар, ешқашан қартаймаңыздар. Мына қарты бар елдің қазынасы бар дейді қадірменді ағайын. Олай болса бүгінгі күн ертеңгі тарих бір естелік қарттарымызбен, әкелерімізбен, аналарымызбен суретке түсейік, келіңіздер. Естелік болсын бүгінгі айтулы күннен. Бір қошеметтеп қойыңыздар үлкендерімізге қадірменді ағайын. Суретшілеріміз болса, баршамыз қараймыз, жақсылап күлімдеп тұрамыз. Қыпшақ әулетінде құрылған, жаңадан құрылған шаңырақтарыңыз құтты болсын, мерекелеріңіз құтты болсын, күлімдеп тұрыңыздар, естелік суретке түсейік. Енді ас иесімен дәмді дейді, үлкендерімізді бір қошеметпен ақ дастархан төріне шығарып саламыз. Келіңіздер. Ассалаумағалейкум, той құтты болсын. Баршаңыз жауақты Алланың құрметтеріне қабыл алыңыздар. Той болсын, екі жас бақытты болсын. Let's
ше, Қызылорданың күрішін ше, 40 күн қыстауына, 30 күн жайлауына, ешқандай қиыншылық көрмей, бапталып өскен біздің Ғалымжан әкеміздің арнайы баққан қазақ жылқының, сиырдың, қойдың етінен жасалынған керемет ас тағамды тарту ететін боламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Тек қана сіздердің құрметтеріңізге. Осы тойылер дайындаған астағам тартып өтеміз. Жақсылап астарыңыз дәмді болсын, алдырып отырыңыздар. Бір-бірленіп, өз үйімізде отқандай болып, бүгінгі Ғалымжан әкеміздің, Гүлназ анамыздың тойын керемет болып атқарайық. Алайда қадірменді ағайын, тек қана сіздердің құрметтеріңізге бүгінгі қазақы той болғаннан кейін арнайылап қазағымыздың аруларын сіздерге ұсынатын боламыз. Алдарыңызда керемет той ұйымдастыру орталығының мың бұралған биші қыздары қабыл алыңыздар.
қадірменді ағайын, кішкене микрофон аш. Жақсылап бүгінгі астағаннан алдырып отырсаңыздар, мына арнайы бізге ұсынылған ақ тілегімізді ортаға алдыртып, жастарға деген жылы лебізімізді білдіріп отырсақ деген ниетіміз бүгінгі осы мерекелі тойымыздағы жеті тілектің екінші тәтті тілегі, керемет тілегі. Бұл енді бүгінгі шаңырақ құрып жатқан Рамазан ұлдарыңыздың құрметті ағайын. Үш жұрттың ең үлкені ол нардай болған нағашылар деп білеміз. Арнайлап өз жұртың міншіл, қайын жұртың сыншыл, бәрінен де шыншыл келетін нардай болған нағашылар дейді. Менің асабаның төріне тілектерімізді топтастырып, осы Рамазан ұлдарыңыздың нардай нағашыларын және де Қыпшақ әулетінің байырғы құда-құдағиларын және сонымен қатар жиен ел болмайды, жерге ас болмайды дейді. Жерге ас болады, майлы болса, жиен ел болады, сайлы болса дейді. Бүгінгі тойға сайланып дайындалып келіп отырған жиен бөлелеріміз, нағашыларымыз, байырғы құда-құдағиларымыз той төріне келіңіздер, ақ тілек арнап беріңіздер. Құрметті ағайын, нағашылардан үлгі алыңыздар. Өте керемет, жүздеріңіз қандай жарқын, мерекелеріңіз құтты болсын апа. Енді қадірменді ағайын, кішкене ғана сабырлықпен бүгінгі тойымыздың екінші ең тыңдалатын керекті тілегі бұл анамның бауыры нандай болған нағашылар. Кішкене ғана сабырлықпен ақ тілегімізді тыңдайық. Ассалаумағалейкум армысыздар, тойларыңыз той болсын. Құрметті тойшыл қауым, біз мынау Рамазанды үйлендіріп, қазалдан саян алып келіп, бетін ашып, бүгін құдаларды шақырып, құйрық бауыр жеп, тойымыз той боласып жатыр. Өзі бала ер жеткесін, қыз бой жеткесін, үйлену парыз, үйленуге міндетті. Қазақтың бар арманы баланы үйлендіру, қызды күйеуге беру. Бұл өте қуанышты жағдай, қыз ұзату деген, баланы үйлендіру деген. Біз сол қуанышты жағдайда жүргеніміз қазір бір аптада уақыт болып қалды. Мына құдаларды күттік бүгін. Құдалармен ризаластық, құдалардың ризашылығын алдық. Қазақтың алыс беріс, сіз біздің істедік дегендей біраз жұмыстарды атқардық. Енді мына Байқоңырдың халқы той сіздердікі. Сіздердің тойыңыз мынау жерден де ғалым менен Гүлназдің, балдардың барлық жақын жекжаттары, туған туысқандар келіп отыр. Сіздердің тойларыңыз құтты болсын. Мынау құдалар айтатын, құдалар мынау қыздарыңызды құтсүйге қондырып, кеуілдеріңізді бір жайлап, бір өктеп отқан шығарсыздар, сіздерге құтты болсын. Мына ғалым Гүлназ, келін деген жақсы ғой. Гүлназ саған серік болады. Бірге шай ішесің. Бәріміз де сол бір келдің бет-аузына қарап өмірден жатырмыз. Айдағы келдер құтты болсын. Мынау Рамазан сая сендерге айтатыным, сендер жастықтың жалынымен, ямасам сезімнің жетегінде келетін жас емессіңдер. Екеуінің де жасың біразға келіп қалды. Ойланып толғанып пішкен жұмыстары шығар деп ойлаймын. Саян сенің мойныңда үлкен жауапкершілік бар. Мамаңның көрмеген қызың сендер
көмекші деп енді одан сендер кем қалмайсыздар, енді екеулеп көмектесетін болдыңдар. Рамазан саған да айтылатын, сенің мойныңда үлкен жүк бар. Сол жүкті абыроймен атқарыңдар. Папаларың мен мамаларың кеңінен шығыңдар. Бәрімізде ол бір келіміз бар. Келімізге жақпай қалса ұқсамыз. Бізде қазақта жаман әдет бар. Баласы сәл жаман болса, ой әсені тағасы сатқан екенде. Сен де бізге ұят қалдырмаңдар. Жақсы азамат болыңдар. Бақытты болыңдар. Сайынайын бақыттың баянды болсын. Ала мамаңа қара, мамаңа. Мамаң шамалы режиттеп жүр. Бұнен кеуін жүрген деп әлі жүрген жоқ. Енді екеуің мойныңда соны артып тастап кетіп қаласыңдар. Қазір қайтап екеуің жауап көрсетіңдер. Бақытты болыңдар, тойларың той болсын. Ассалаумағалейкум, қадірлі қалайық. Осы тойға жиналған жамағат, той барлықтарыңызға құтты болсын. Осы ғалым мен Гүлназдың түсіріп жатқан келіндері құтты болсын. Ал қыпшақтар әулеті, елдеріңіз түсіріп жатқан келіндеріңіз құтты болсын. Елдеріңізде құт береке келсін. Балдар бақытты болсын, үбірлі шығырлы болсын. Мен негізінен осы ғалым мен Гүлназдың Құдағайдың інісі болам, сексеуілдікпін, әліммін, жақайымын, ақұдаймын. Ал айналайын Құдай, Руслан, сая екеуің, Рамазан, Руслан өпімі. Ал бақытты болыңдар, өмірлі шүбірлі болыңдар. Алла Тағала сендерге парасатты, салихалы ғұмыр кешуді Алла Тағала нәсіп етсін. Өмір жастарың ұзақ болсындар, ата-аналарыңды айлаңдар. Қазағына келіп жатқан құдалар, құдалықтарыңыз құтты болсын. Асан екенсіздер, жаман екенсіздер, маған туыс болдыңыздар. Бәріміз мен жақайыммын, сол жаманақтың шыңғысына шығып сіздер өріс болсаңыздар. Әлім біз ақұдаймыз, бәрімізде сексеуілдікпен өзім. Ал келіп жатқан осы құдалықтарыңыз молжыңдық болсын. Қыпшақ елімен құда болып жатыр. Бұрыннан қыз алысып қыз беріскен қазақпыз. Ойымыз қоралас, еліміз аралас. Қазалы мен Байқоңыр деген киіп тұрған жер. Ал елкі ортаға салып жатқан алтын көпірлерін құтты болсын, мызғымасын. Әрқашында ортада дорба қатынасын, жорға қатынасын, волга қатынасын. Ал құдалықтарың арта берсін. Күйеуі 100 жылдық, құдалы 1000 жылдық қазақтың салтыменен осылай жүре беріңіздер. Екі баланың бақытын екі жақты тең көруді Алла Тағала нәсіп етсін бәрімізге, барлықтарыңызға. Балдар бақытты болсын. Ассалаумағалейкум, тойға келген тойшы ағайын. Бүгін тойларыңыз құтты болсын. Қазалыдан келіп жатқан құдалар, асандар, адамдарыңызға гүл бітсін. Тойларыңыз тойға болса берсін. Ғалым Гүлназға бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Балдар бақытты болсын, өмірлі шүбірлі болсын. Балдарыңызға көре беріңіздер. Рамазанға келінге айтатын бақытты болыңдар. Асаннан қазалбат кезін жаңа болмайсың, екеуің бажа болып. Бақытты болыңдар. Мына Гүлназдың бір Гүлшат деген сіңлісі бар. Соның екі құдағай келіп отыр, біреу ішкі елден, біреу Төретамнан, осы екеуін жүріп өтейін. Құрметті тойшыға, Күлеке, Кәлеке, бүгін манасы той ұстағандар келін алып, екі жас бақытты болсын, өсіп өнсін, немере, шөбере көре беріңіздер. Ал Рамазан сая бақытты болыңдар, өсіңдер, өніңдер. Осы уақытқа дейін сен екеуің мама-папаларыңа еркелеп кетсеңдер, ендігі жерде сендер еркелікті артқа тастап, мама-папаларың еркелетіңдер. Болды еркелік, үлкен өмірге қадам басып семья үйлі жайлы болатын болғасын, еркеліктің бәрі халық, енді үлкен өмірге екеуің бақытты өмір сүріңдер. Қайырлы кеш, құрметті тойшы қауым, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Әлеке, Гүлназ, той қазыналы болсын. Енді көздеріңіздің ағы мен қарасындай, мінекей екінші келін түсіріп жатсыздар. Құдалықтарыңыз артып жатыр. Келген құдалардың қадамдарына гүл бітсін. Саяның келген қадамы құтты болсын.
қадірлі тойшы қауым, Гүлназ қауым тойлары құтты болсын. Мына келген құдалар қадамдарың құтты болсын. Ас тұзбен дәмді, су қызбен дәмді, бұл тілегіміз әдемі сөздермен дәмді, балдар бақытты болсын. Гүлназ менің түп нағашым, нағашылардың ортасында тұр. Балдар бақытты болсын. Амансыздар ма, тойшы қауым? Қош келдіңіздер барлығыңыздар. Ал бірінші осы Асандар әулеті төйлен алған орындарыңыз құтты болсын. Ғалым, Гүлназ, мына бүгін Ақтүйенің қарны жарылып, Рамазан балдарының бір басы екеу болып жатыр. Келіп атқан сая келіндерің құтты келін болсын, қойшының таяғынан, келіннің аяғынан деп құт ырыс береке алып келсін шаңырақтарына. Екі жаққа тең болыңдар, бақытты болыңдар. Ата-аналарыңды, екі жақтында ата-аналарына мейірімді тең қызмет жасаңдар. Гүлназ, ал не деймін? Басы жаман емес, әйтеуір жақсы. Асандармен бұрыннан да құда жегет болып жатырмыз міне. Құдалығымыз арта берсін. Күйеу 100 жылдық сіздерге құда 1000 жылдық болсын. Достықтарын айырылмасын, ауыз біршілік болсын, сыйластық болсын араларында. Бақытты болыңдар. Ал құрметті тойшы қауым, тойларыңыз құтты болсын. Гүлназбен ғалым құдаға мана басқа бөлмеде отырып тілегімді айта алмай қалып еді. Өзім Ақтөбе өңірінен келіп тұрмын. Бір-екі ауыз тілегімді айтып жіберейін. Мына ғалымның Гүлназдың бірінші құда-құдағайым менің қайнапам. Осы қайнапамнан келіні боламын. Осындай Құдай береді деймін. Осындай құдағай берген апама 1000 алғыс. Құдай осат дейді, құданы Құдай осат дейді. Осындай құдағай берген Аллаға 1000 алғыс. Апама құдағай екеуі құдағайда емес, екеуі апалы сіңілідей сондай керемет сыйластықта әрқашан екеуі жаңағы бір-біріне подружка, бір жағынан апа құдағай сырласындай болсын деген екеуі мықты сырлас. Мына жаңадан келіп отқан, қазалдан келіп отқан құдағайларға айтып отырмын осы сөзді. Мен алыста тұрсам да барлық осы екеуінің тірлігін бәрін естіп біліп отырамын. Өте тату тәтті, екеуі құдағай емес, апалы сіңілдей көреміз. Рахмет Гүлназ, біздің Гүлданымыздың жаманын жасырып, жақсысын асырып, осы кезде үлгілі келін қылып, бәрін үйретіп, өздеріңізде көріп отырсыңдар қандай қызмет етіп жатқанын. Алдыңға арба қайда жүрсе, артқа арба солай жүреді дейді. Саяжан айналайын, келген жеріңді бақыт деген бәрі саған байланысты. Руслан мен Гүлданның артында еріп жүрсеңдер жаман болмайсыңдар. Осы тұрған нағашылары, туысқандары, көрші-көлем бәріңізге той құтты болсын. Той бәрімізге жұмысты болсын, балдар бақытты болсын. Жаңадан келген құда-құдағайлар қадамдарыңызға гүл бітсін. Той қаласа. Құрметті тойға жиналған қауым, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Төрден орын алған жаңа құдалар, асандар, сіздердің де төрден алған орындарыңыз құтты болсын деймін. Мына 2 жас бақытты болсын. Рамазан мен Сая өмірлерің ұзақ болсын, ауызбіршілікте болыңдар, әрқашанда бір-бірлеріңді сыйлап, тату-тәтті өмір сүріңдер, ата-аналарыңды сыйлаңдар, екі жақтың ата-аналарын сыйласаңдар, сендердің де өмірлерің жақсы болады. Не деймін, мынау ғалым құда, Гүлназ құдағи, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, тойларыңыз тойласа берсін, әрқашанда бақытты, бүгінгідей бақыттың төңірегінде шалқып жүре беріңдер, жүздеріңізден күлкі армасын, құда-құдағи болып, әрқашанда сыйластықта болыңыздар. Сыйластықтарыңыз жараса берсін, өрштеріңіз кеңейе берсін әрқашанда. Тойларыңыз құтты болсын тағы да. Енді түгеліміз ба, айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Мына бүгінгі ғалым әкеміз бенен Гүлназ анамыздың шаңырағына айтқан тілектеріңіз 1000 есе болып сіздердің шаңырақтарыңызға орнай берсін деген ниеттеміз. Қадірменді
қошеметін қойсаң. Кеудесінде жалын бар, бұл халыққа таңым бар, қошеметті соғайық, мәңгі жасаңдар, табындар деп қошемет айтқан. Енді жақсылап алып келген сый-сияпатыңыз болса, папам мен мамама тапсырып, ортаға естелік суретке келіңіздер. Естелік суретке түсейік, ой тамаша күлімдеп тұрыңыздар. Жақсылап қазір енді құда-құдағиларымызға қызмет жасаймыз. Сонау алыстан қазыналы қазалы, ортаймаған қазаны, қасиетті қазалдан келген құдаларымызға қызмет жасайтын боламыз, қадірменді ағайын. Сондықтан да жақсылап естелік суретке түсіп алайық. Мына енді әулетіміздің көне құда-құдағилар, біз көнеп қалдық демеңіздер енді. Сіздер бір саты жоғары өстіңіздер. Бүгінгі сәттен бастап сіздерге жұмыс бар. Құдаларға қызмет жасау. Кеттік ендеше құдалармен көңілді билейік, ән шашу сіздер үшін. Барша құдаларды көңілді биге шақырайық.
арнайылап ат жаптырып, ақ тегін арқалап келген ханымдар мен мырзалардың құрметіне, ағалар мен жеңгелерімнің құрметіне, осы тойда арнайы бір жанұялы отбасы бақытты сәтті бөлісіп келген ағам мен жеңгелерімнің құрметіне бір керемет ән шашуымды арнайын. Ортаға вальске келсеңіздер болады, және құдаларымызды, құдағиларымызды вальске шақырыңыздар. Кеттік ендеше. Жүрегім сонша жалынсыз байлам, тұнжырап келдің тағынсыз қайдан. Жеңісі бақыт, жеңіліс қайла, махаббат деген қарусыз майдан. Махаббат деген қарусыз майдан. Түймедей бақыт таңырқай берме, енедей мұңды найзағай көріп, жауадым бұлттай жабырқай берме, жарық ете қалшы найзағай болып, жарық ете қалшы найзағай болып. Жастарымызға құлық құрметті ағайын. Жалғанның жауһар бағының сора, азапқа жүрсің бәрібір шыға. Махаббат майдан, жүрек жауынгер, жауынгерді гөр, тағы бір сана. Жауынгерді гөр, тағы бір сана. Түймедей бақыт таңырқай берме, енедей мұңды найзағай көріп, жауатын бұлттай жабырқай берме, жарық ете қалшы найзағай болып, жарық ете қалшы найзағай болып. Жастарымызға құлық құрметті ағайын. Түймедей бақыт таңырқай берме, енедей мұңды найзағай көріп, жауатын бұлттай жабырқай берме, жарық ете қалшы найзағай болып, жарық ете қалшы найзағай болып. Рахмет. Достарымызға көп-көп алғыс. Алланың нұры жаусын. Келіңіздер енді жайғасайық, қадірменді ағайын. Бүгінгі мерекелі тойымыздың және де бір керемет тілек болып тұр. Мен енді асабаның төріне папам менен маманы шақырайын. Бір қошемет ұрып қояйық, қадірменді ағайын. Папа келіңіз. Не деген күшті шапалақ. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, қаттыра. Айқай шуларыңызға қағайын. Мамамызға жаңағыдай қошеметтің екі есесін ұрайшы керек. Ай, тамаша. Қараңыздар, құрметті ағайын, біздің бүгін ғалым әкемізбенен Гүлназ анамыз қандай жайдарды. Бір ұлымның басы екеу болды деп шаттанып, той төрінен құдалар да келіп жатыр. Бүгінгі ғалым әкемнің тойы құтты болсын деп қошемет ұрайық. Қызыл тілім сайрашай, жақсылықтан жайнашай, осы тойдың болғаны асандардың арқасай. Асандар шықпай
керемет. Енді бәріміз құрметті ағайын, Рамазан менен саяға қарайықшы, екеуміз ғана орындарыңызға тұрыңыздаршы. Шапалақ қойыңыздаршы. Қандай жарасымды жүр құрметті ағайын, қараңыздаршы. Рамазан мен сая бір-біріне ұқсай ма? Ұқсай ма? Кәдімгідей ұқсайды, бір-біріне ұқсайды, қарасаңыздар. Ғалымжан әкеміз бенен Гүлназ анамыз бір-біріне ұқсай ма? Ұқсай ма? Маған қарасам Ғалымжан әкем красавчик сияқты маған. Мен айтам, красавица, менің мамам өте сұлу, өте керемет. Енді былай, бүгінгі Алла қаласа Рамазан менен біздің сая қызымыздың мерекелі тойы деп дүркіретіп той жасап жатқан Ғалымжан әкеміз құрметті ағайын. Үйіміздің отағасы, папамның қасыма келіңіз, бір қошеметтеп қойсаңыз. Менің папам барша ағайынды орнынан түк тұрып, жылы жайдарлы жүзбен қарсы алып жатыр. Менің мамам құрметті ағайын, барша ағайынды ортаға би билеп, ән салып қарсы алып жатыр. Енді баршаңызға бір сұрақ. Бүгінгі Ғалымжан әкеміздің және де Гүлназ анамыздың сонау Қазалы өңірден келген құдалары менің де құдаларым. Ғалымжан әкемнің қуанышы менің де қуанышым. Біздің Гүлназ анамыздың келіні менің де келінім десек, жаңа құдалардан басқасының барлық орын құдалар. Қараймыз. Бір жақсы көретін адамыңды көрген кезде құшағыңды ашып, бір құшақта қысып алғың келіп тұрады ғой, бәріміз құдаларға қарап құшағымызды ашайықшы. Ашамыз. Мама, папа, ашыңыз. Құшағымызды ашайық, құрметті ағайын, ашайық. Все обнимашка открываем. Ашамыз. Құрметті құдалар, осы құшақтың барлығы Ғалымжан әкеміздің, Гүлназ анамыздың сіздерге ашқан құшағы деп есептеңіздер. Мына құшақтың барлығы сіздер үшін. Қазір құшағымызды ашып тұрып, бір жақсы көретін адамыңды көргендей қуанып, 1-2-3 деген кезде бәріміз бірге. О, құдалар! Деп бірге айтайықшы. Кеттік. 1-2-3. Қатты сосын бірдей болып айтайық. 1-2-3. Дәл осылай екі аяқты түк тұрып, екі алақанды көкке көтеріп қошеметті ұрып, бүгінгі тойымыздың ханнары, бүгінгі тойымыздың құрметті қонақтары, жаңа құдаларымызды той төріне тіктіріп, қарсылайық ағайын. Келдік шапалақта. Әдетте қайқай шуғанда. қарсы алған ағайынның үйінде дәл осылай той болсын, құрметті ағайын. Той болат, тошын айтайын, қазақта айтады, жындының сандыраға келеді дейді ғой. Келіңіздер, жайғасайық. Енді қадірменді ағайын, бүгінгі мерекелі тойымызда тойымыздың хандарын орнынан түптіріп қарсы алдық. Осы тойдың 7 тілегінің арасындағы ең тыңдалатын, ең тыңдалатын тілек бұл хандарымыздың тілегі. Сондықтан да сыйластығымызды білдірдік. Ғалым әкемнің тойы менің де тойым деп барша ағайын тыңдайық. Сабырлықпен Асан әулетінен келген жаңа құдаларымыз ақ тілегін бастаймыз. Ассалаумағалейкум құдалар.
құтты болсын. Алғашқы жылдары Асан Бедек, Шахтабек, Бөлбек, қазақтың жылдары. Мынау тойларыңыз құтты болсын, мына екі балаңыз бақытты болсын, екі жаққа да бірдей қызмет көрсетіп, ата-аналардың сүйікті келіні, сүйікті күйеуі болып жүре берсін. Осы бағандан бері айтып жатқан жақсы ниеттің бәрі қабыл болсын, періштенің бағына шалсын, той қыласын, бәрі құтты болсын. Ал құрметті тойға жиналған қауым, мынау жаңа айтылып отыр, Асан әулеті деп отыр. Асан деген үлкен бір әулет, оған оның бәрін білесіздер, жаңа сабақ айтып жатыр. Мынау түсіріп отқан келіндеріңіз құтты болсын біріншіден, ең біріншіден. Сол оның жаңа келіннің аты Сая ғой. Ал енді мен сіздерге айтатыным, Ғалымжан, Гүлназ Құдағи. Осы балдар біреу Рамазан болса, біреу Сая болса, алдындағы Руслан болса, оның кейінге тағы да Құдайға шүкір бар деп отырсыздар ма? Тек солардың саясында қуанышпен, күлкіменен өмір сүре беріңіздер деп мен тілеймін. Ал енді тойшы қауым біз мынау жаңа алдында осы жерде нағашылары деп, нағашылардың ішінде осы Өмекен бағана бірге кездескенбіз Өмекенға. Мынау мен жаңағы мен өзім асамын, асан болғанмен бірақ енді мына жаңағы осы Гүлсара Құданың мен бажасымын. Бірақ енді нағашылардан тағы да сөйлеп отырмын. Өмекен мынау жігіттің жақсы болу нағашысынан, үйдің жақсы болу ағашысынан дейді. Бәрі бірге болдық. Рахмет сізге. Өмекен. Бізде сосын мына жердегі нағашылары бар, нағашы апалары бар. Саяның бәрі Құдайға шүкір жаман емес, жақсы. Оны жаңа мақтайын деп тұрған ештеңем жоқ. Құдайға шүкір бәрі де бар. Өсіпенге бәрі жан. Сіздерді байқап отырмыз, бәрі Өсіпенге. Ал енді аман болсын, екі бала бақытты болсын. Тіккен шаңырақтары келген бақытпенен қуаныштың шаңырағы бол. Әрқашан сіздер солардың қуанышында жүре беріңіздер. Соған біздің әрқашанда көгер болып барлығымыз осы тойшы қауым. Көгер болып соған қуанышына келе берейік. Мынау осындай қуанышқа енді жетеміз, жетейік бе деп жүрген қуаныштарыңыз осы үйлердің тойында жұмысты болсын сіздерге бәрілеріңізге де. Аман болыңыздар, дендері сау болсын. Бүгінгі жаңа шаңырақ көтеріп отырған жастардың тойына жиналған тойшыл қауым, тойымыз тойласып, тойымыз құтты болсын. Әр уақытта осындай тойда жүре берейік. Ғалымжан, Гүлназ айналайын, тойларың тойласын, балаларыңыз бақытты болсын, дегендеріңізден ойларыңыздан шықсын. Екі жақта арасында ал салынған алтын көпір мықты болсын. Әр уақытта тойда қауышайық. Осы мына бүгінгі тойға жиналған тойшыл қауым осы той жұмысты болсын, денсаулық болсын, балалар өссін, өркендесін, не болса да баярымен, бақытымен, дәулетімен болсын. Тойымыз тойласын. Кешкі құрметті тойшы қауым, мен Саяның нағашы апасымын. Айналайын балаларым, бақытты болыңдар, өмір жастарың ұзақ болсын, денсаулықтарың мықты болсын. Мына көтерген шаңырақтарының босағасы бері, керегесі кең, терезесі тең болсын айналайын. Екеуің де әп-әдемі жарасып тұрсыңдар, айналайын. Сендер бақытты болуға лайықтысыңдар, өйткені бірлеріне ұқсайсыңдар. Мына мама мен папаларында бірге туғандай екен, бір анадан туғандай екенсіздер. Балаларыңыз бақытты болсын, сіздер соның қызының қызықтап, немере сүйіп, шөбере сүйіп, шөпшек көріп жүре беріңіздер. Мына біздің нағашыларымыздың атынан
кукунигаметр подаркымыз бар. Сосын мына тойшы қауым тойларыңыз тойға баса берсін. Бүгін именде иіліп, бізді құрметтеп жатқандарыңызға көптен көп рахмет, Алла разы болсын. Кешіріңіз. Құрметті қалайық, құрметті тойшы қауым, құрметті Ленинск мен Ақайдың тұрғындары, құрметті Қазалыдан келген болса, біздің жерлестеріміз бір кездері үкіметтің, мемлекеттің тоқырау заманында Қазалыдан, Аралдан көшіп, Ленинскіні паналаған менің жерлестерім, жақсы жер іздеп кеткен, жақсы ел іздеп кеткен, жақсы жердің сұрайды жер іздеген менің жерлестерім, мені топыраққа, шаңдаққа қалып кеткенсіңдер. Сондықтан кішкентай өкпем бар. Ойын, құрметті қонақтар, құрметті тойшы қауым, құрметті қалайық, біз жақынның алысы, ішіне кірсең шыға алмайтын Ленинскке кірсең, көзің бозарып отыратын Ленинскіден емес, кең жайлау, кең байтақ Қазалыдан келіп тұрмыз. Бұл да ойын, негізі шын аралас. Кірсек шыға алмай қалатынбыз қалай. Сонымен тілекке көшейік, күйеу куәдір. Құрметті құда-құдағи, әзіл қалжыңы бар, шыны бар. Мен құрметті тойға қатысып отырған тойшы қауым Саяның апасы боламын. Ауылда бір жетіден бері той өткізіп жатырмыз. Саяның мамасы, Гүлсара, мен сол жағында тұрған Саяның мамасы өзінің туысқандарымен, марқұм Қаладиннің аға інілерімен, апа қарындастарымен бірігіп, бір жетіден бері той өткіз. Тойдан шаршадым деп айтуға болмайды дейді, бірақ осы тұрғанда шаршадық, өйткені бір жетіден бері той болып жатыр. Ауылда ұлан асыр той өткізіп, ресторанда ұзаттық Саяны, оған құдалар келді, өздеріңіздің қатысуларыңызбен керемет той болып, мен сіздерге айтқым келіп тұр. Сая 5 ағайынды, папасы ертерек марқұм болып кетті. Қазақта бір сөз бар, әкесі жоқ, мас жетім, шешесі жоқ, тас жетім деген. Сол әкесі жоқ болғанмен мас жетім болып өсірді Гүлсара балдарын. Құдайға шүкір жеткізді, папаның жоқтығын білгісі де білдіргісі келмеді, өзінің қажыр қайратымен балаларын өсірді. Мінекей бүгін екінші қызын сіздердің отандастарыңызға келін болып түсіп жатыр. Сондықтан мен құда-құдағай, құда әсіресе мен сияқты жақсы екенсің, жүзің күліп тұрған. Сондықтан құрметті ағайындар, бұл жерге сіздер тек қана жақсы тілекпен, жүрек жарды лебіздерімді айту үшін келіп тұрсыздар. Сіздер шын тілек тілеп келіп отырған ағайынсыздар. Сондықтан мен сіздерге, құда мен құдағиға, менің сіңілім құт береке әкелетін келін болсын дегім келіп тұр. Құт береке әкелсін, Ақтай Рамазан айналайын. Бізді Қызылорда жақтырмайды ғой, Ақтай деп айтады. Біздің Ақтайымыз қаптырласып жүреді. Ақтай Рамазан, құсың құтты болсын. Менің аппақ сіңілімді қолыңа аялап, құс қылып, жақсылап ұста, ұрпақты бол, өс-өн. Сенің Сая артыңнан бір топ туысқандарың келіп тұр. Алла тағала саған нәсіпті перзент берсін, перзентті нәсіп қылсын, ұрпақ өсір. Адам өмірге келгеннен кейін ұрпақ өсіру міндетті. Алланың алдында да, қоғамның алдында да өмір сүргеннен кейін ер мен әйел бас қосып, қоғамға пайдалы ұрпақ өсіру керек. Сондықтан сондай семья құрып ұрпақ өсірейін деп тұрсыңдар. Алдарыңа қойған мақсаттарың орындалсын. Құда мен құдағай, тойларың тойғалассын, ешқандай реніш болмасын. Тойларында үнемі кездесіп, қуанышпен жүздесіп жүрейік. Құрметті келіп отырғанға Досбергенов әулеті, тойларың құтты болсын, ұзағынан болсын. Құрметті құда-құдағайлар, қуаныштарың ұзағынан болсын. Менің тілегім сол, қысқартқаным. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Бүгін мынау қыпшақтардың шаңырағында бір ақтен қарын жаны бар. Балдарының бір басы екеу болып жатыр. Ал осы біздің балдарымыз осы шаңыраққа құт береке алып келсін. Шаңырақтары биік болса, ас берік болсын. Бақытты болыңдар балдарым. Той қылмасын. Құда-құдағи, тойларыңыз құтты болсын. Рамазан сайы, тіккен жолдарың шаңырақтар биік болсын.
бақытты болыңдар. Той шығау бәрін отбасыларына той болсын, тойдан той боласын. Ал Сая, Рамазан, бүгінгі заң некелерің құтты болсын, өмір жастарың ұзақ болсын, денсаулықтарың мықты болсын, мынау семья құрып жатқан отауларың биік болсын, керегесі кең болсын, терезесі тең болсын, екі жақтың ата-анасына бірдей сыйлы болыңдар. Біз мынау Досбергеновтер әулетінің атынан Саяға, Рамазанға алтын сақинамыз бар. Рамазан Сая бақытты болыңдар, күткен отауларың биік болсын. Апа, аға, ана, тойларыңыз құтты болсын, той-той қаласын. Биік күйреккен болсын, махаббаттан мәңгілік болсын. Рамазан, Сая, бақытты болыңдар. Заңды некелерімен от құрған шаңырақтарының шаңырағы биік, босағасы беріп. Қадірмен тойшыл қауым, тойларыңыз құтты болсын, екі жас бақытты болсын, өмір шүгіні болсын. Тек қана бақытты болсын. Апа, аға, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Рамазан, Сая, тойларың құтты болсын, заң некелерің бақытты болыңдар. Өзіме қандай жақсылық тілеймін, сіздерге де соны тілеймін. Бақытты болыңдар. Сая, Рамазан, дейсіз. Телефонды, микрофон сөйлеп жатқан мына Саяның бөлелері өздері сөйлегісі келіп жатыр. Бөлелеріне бір микрофондар берген жоқ, тартып алды. Иә, дейсіз. Сая, бақытты болыңдар. Тек айтамын сен бар. Барлық жастарымыз, өмір жастарымыз да болсын. Ата-ананы сыйла, қолдан әрқашан. Екінші бөлім. Біріншіден, ассалаумағалейкум, бүгінгі Сая мен Рамазан сендерінің тойының бақытына ортақтасып жиналған қонақтар. Екеуіңізге өзендей өмір, мөлдір махаббат, теңіздей тұрсын тілеймін. Әрқашан күліп жүріңіздер, махаббаттарыңыз баянды болсын. Ал не дейміз, құрметті тойшыл қауым, шаңырақтарыңызда болатын тойларыңыз құтты болсын. Сая, мынау шаңырақ құрып жатсың ғой, орамалың құтты болсын. Рамазан екеуің бақытты болыңдар. Тек қызықтарыңды көріп жүрек, құрметті, сыйлы болыңдар орталарында. Не дейміз? Енді бар бақытты, өзіме тілеген бар бақытты тілейміз, Айжан. Сен өзің маған құрбыңдай сырласың болдың, тәтемдей болдың. Тек бақыт тілеймін. Үй жақта білесің, кетті, күйеуді ерткен. Не дейміз? Бақыт тілейміз тек. Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын, қуаныштары осындай болсын. Ал тәте, аға, бүгінгі тікер шаңырақтарың биік болсын, бақытты болыңдар. Аға, апа, келіндеріңіз құтты болсын, балаларыңыз бақытты болсын. Осындай тойда
кездесіп жүрейік. Қанша бақытты болсын. Түгелміз ғой енді, түгелміз ғой. Тағы да бар ма? Иә, ол міндетті түрде сөйлейді. Енді түгел болсақ, құда балаларға, құдашаларға бір қошеметтеп қойыңыздаршы, қадірмен ағайын айтқан Рамазан, көрдің ба, сен бүгінгі сәттен бастап, сен бір елге күйеу болдың. Және осындай балдыздарға сен жезе болдың. Жезе нужен везде деген бар. Сосын жезе мазған езбе деген бар. Азында көрдің ба, осы балдыздарың аман болсын, мың алғыс жігіттер, тойларыңыз құтты болсын. Енді қадірмен ағайын рұқсат болса, мен асабаның төріне бүгінгі саядай қызымызды дәл осындай бақытты күнге мәпелеп аялап жеткізген аяулы анасын шақырғым келіп отыр. Бір қошеметтеп қойсаңыздар, құдағиды ортаға шақырайын. Сізді мама десем болады. Бола ма? Рұқсат па? Мама, берекелі тойыңыз құтты болсын. Ешқандай мойымаңыз, қыз мұраты кету дейді. Алла қаласа қыз жарты жұртты дейді, елмен бақытты болсын деген еттеміз. Әлгінде ғана анамыз айтқандай, қадірмен ағайын, Қаладин әкеміздің жатқан жері жайлы болып осы жастарды әруағымен жебеп жүре берсін деген еттеміз. Қадірмен ағайын, адамның екі жаратушысы болады. Біріншісі Алла, екіншісі ана екен. Баршамызды анадан туылдық, баршамызды анадан жаратылдық. Мүмкіндік болса, бүгінгі сая қызымыздың анасының құрметіне, өзіміздің аналарымыздың құрметіне бір минуттық бір керемет ән шырқасақ деген еттем. Мен анасының құрметіне керемет ән шырқағым келіп отыр. Менімен бірге қосылсаңыздар, кеткенше. Жет жүрсем сағынарым, сағынсаң жағынарым, анашым бір өзің анашым алдында жүрегім көңілім анасы ешқашан қартаймайды, жүрегім жыртылмайды, ешқашан қартаймайды, әкесі бар адамдар жатып алып қарта ойнайды дейді. Әзір ғой. Мерекеңіз құтты болсын, қадірмен ағайын рұқсат болса, баршамыз ортаға зейінді салып, бүгінгі мереке қос құлыншаққа ақ тілегін арқалап келген анамыздың, құдағиымыздың тілегін тыңдайық. Барлық қуанышым менің осы бес баламның екіншісі жабоғым өмірде бақытты болсын, осыған аманға жетсін, жұрттан кем болған жоқпын, ешкімнен кем қалған жоқпын, жұрттың ортасы болдым деп те айтамын, алдым кем кеш қалған жоқпын ешкімнен, ешнәрседен кенде болған жоқ балаларым, маған өкпесі жоқ шығар бес балам. Қатарына келіп болған жоқ, енді бір құдайға аманат балам. Жан-жағын біледі, аушы емес. Маған істеген, маған осы уақытқа істеген жақсылықтарын істеген сайт деп. Маған бұдан менің керегі жоқ. Балам өзі барлығын мен оң соңын таниды. Ары қарай енді өзіңіз білесіз. Бақытты болсын балам. Денсау болсын. Тойға жиналған ағайын, тойда аманшылықта кездесейік. Дастархандарын сізден жайылсын. Сол тек той жұғысты болсын. Осындай ару қызымызды тәрбиелеп, бақытты күнге жеткізген құдағайға мың алғыс деп қойды, құшақтап бетінен сүйгеніңізші. Бір қошеметтеп қойыңыздар, қадірмен ағайын. Папам шүлесірейік әлімгіден. Молодец.
Екі құдағай бір-бірінің үстіне қарап қойды. Әрбайдың береке маған өзі. Құтты болсын. Мерекелеріңіз құтты болсын, мама. Енді мама кетпеңіз, менің қасыма келіңіз. Бүгін сіздің қуанышыңыз, Алла қаласа осы әулетпен бірге ағайын туыс мың жылдықты болдыңыздар, келіңіздер. Папа, құдағайдың қасына келіңіз. Мама, келіп тұрыңыз, қасына келіп тұрыңыз. Енді құрметті ағайын, ана жаққа қарайықшы. Құда келіңізші қасыма. Құдағайдың қасына келіңіз. Міне, құда келіңіз. Құрметті ағайын, Рамазан мен Саяға қараңыздаршы. Рамазан мен Саяға қараңыздар, сосын мына жаққа қараңыздар. Бір примерно 10-15-20 жылдан кейінгі Рамазан, 10-15-20 жылдан кейінгі Сая. Ұқсай ма? Сосын 10-15-20 жылдан кейінгі жігіт жолдас пен қыз жолдас. Мерекелеріңіз құтты болсын, күліп жүріңіздер, жүздеріңізден күлкі кетпесін. Алла қаласа шаңырақтарыңызға бақыт, береке, бірлік алып келсін деген ниеттеміз. Мен енді асабаның төріне бүгін білектерін бірге ұстап, қос ғашығымыз мерекелі той қылып жатқан Рамазан менен Саяны асабаның төріне шақырамын. Бір қошеметті аямай соғайық, құрметті ағайын. Үлкендер тұрсын, сендер отырыңдар сол. Енді Гүлдана мен Руслан қайда? Келіңіз. Гүлдана, Руслан, келіңіздер. Жақсылап естелік сурет болсын. Құда өмірмен бір бақытты және ол естелік сурет берсек, баршамыз бірге. Алла қаласа болса Қыпшақ әулеті мен Асан әулетінің арасында 1000 жылдық көпір құтты болсын. Бәке, келіңіз. Күліп деп тұрайық. Қарайық. 1, 2, 3 күліп тұрыңыздар. Ал енді құрметті Қабын әулеті, құдағайлар, Қыпшақ әулеті отырып қалмаймыз. Құдаларымыз күнде ортаға шығып жатқан жоқ, қызмет жасайтын уақыт келді. Орнымыздан түрегеліп, ұшындастар достар, ағайын туыс бауырлар, құдалар биге шақыратын боламыз. Әзірге алып келген сый-сияпатымызды жақсылап табыстап, мәңгілігінен сүйіп қойыңыздар. Аналарға гүл